Жақсы. Әріптестер, жаңа кері байланыс мейрамхана әдісін жалғастыра берейік. Уақытымызды үнемдейік. Азғантай бір уақытымыз бар, 20 минуттай. Сондықтан ал Жарбол, сізді дауысыңыз үзіліп тұрды ма, дұрыс ести алмай қалдық. Мүмкіндік болса айтыңыз. Әлі қосылмаған болсаңыз, онда басқа әріптестеріміз жалғастыра тұрайық. Солай ма? Ақнұр, сіз қосылайын деп жатсыз ба? Кім, Айгүл ма? Кім айтайын деп жатыр? Айта қойыңыздар, тез ете қояйық. Мен айта қояйын, апай. Айта қойыңыз, Айгүл. Маған бәрінен де бірлескен оқу деп басында жақсы түсіндіріп өттіңіз, сол өте ұнады. Мен пәнаралық байланысты толық қорыттым деп ойлаймын. Сосын маған саралау деген кішкене көп қорытып қойдым деп ойлаймын. Содан енді маған хормен ән айтуды тағы да салып берсең. Хормен ән айтуды керек. Керемет, өте жақсы. Тағы. Тағы әріптестер. Қоса беріңіздер. Маған да осы әдіс тәсілдер көп ұнады. Кешеде мысалы ашық микрофон дедік, рефлексия кешегі, бүгінгі мынау мейрамхана рефлексиялары. Соларды жер едім, соларды салып берсеңіздер. Себебі ертең балаларға осыларды әдістерді қолданамыз. Балалар өте жақсы көреді. Ал біздің шеберлігіміз артар еді. Рахмет. Тағы да салып бере беріңіз сондай әдіс тәсілдеріңіз. Керемет. Тағы да бүгінгі сабақ бойынша не қорыттыңыз? Мен жаңа рецептілерді. Ақнұр, сіз ба сөйлеп атқан? Айта қойыңыз. Иә. Айта қойыңыз. Мына тағамнан жейтін едім дегенде, теориядан мен тағы да жейтін едім. Маған бәрінен де қатты ұнаған. Осы дәл қазіргі айтып отқан не бар? Сіз бізге беріп отырсыз ғой осы әдісті. Сол бәрінен де қатты ұнады. Рефлексия ма? Осы рефлексия. Мен толық қорыттым. Оған хормен ән айтуды. Мен көп жеп қойғаным ол бірлесіп оқыған. Белсенді оқу. Белсенді оқу. Керемет. Өйткені беріңізші дегенде ол мана басында айттыңыз ғой. Ең бірінші. Иә, есіңізге түсіріңіз. Сабақты түрлі неге бөліп, модульді. Модельде оқыту. Иә, модельде оқыту. Керемет. Керемет, рахмет. Тағы да бар ба, әріптестер? Бар, апай. Айта қойыңыз. Мен мына белсенді мұғалімді тағы да жейтін едім. Бәрінен де белсенді оқушы ұнады. Мен оқыту әдістерін толық қорыттым. Керемет. Мен өзара талқылауды көп жеп қойдым. Хормен ән айтуды тағы да салып беріңізші. Керемет, рахмет. Тағы? Қазір. Мен айтайын енді. Мен мына саралауды тағы да жейтін едім.
маған бәрінен де теория ұнады. Мен хормен ән айтқанды толық қорыттым. Мен өзара талқылауды көп жеп қойған сияқтымын осы. Өтінемін, енді маған белсенді оқуды тағы да салып беріңізші. Осындай әдістерді тағы дейсіз ғой. Керемет. Өте жақсы. Тағы бар ма? Осы бүгінгі сабақ туралы бүгінгі сабақ туралы ой пікірлеріңізді, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді WhatsApp желісінде жазуларыңыз керек. 5 минуттың ішінде, өйткені 5 минуттан кеш қалсақ, біз отчетты 5 минут, сабақ біткесін 5 минуттың ішінде беріп болуымыз керек. Сондықтан барлық өздеріңіздің пікірлеріңіз тіркелмей қалуы мүмкін. Сондықтан тездетіп, сабақ біткен бойда пікірлеріңізді бір 3-4 сөйлеммен жазып тастаңыз, қысқа нұсқа. Жарайды ма? Жарайды, жақсы. Тағы да айтатын пікірлеріңіз болса, ойларыңыз болса, WhatsApp-қа жаза берулеріңізге болады. Ал микрофонмен айтам десеңіздер, микрофонда алуларыңызға болады. Ал жоқ, осыменен болдық десеңіздер, онда сабақты аяқтайық. Қалай қарайсыздар, апайлар? Бұлай болатын болса, әріптестер кешегі бізге тапсырма, енді курс кезіндегі жағдаяттар бөліміне де сәл тоқталып өтейік. Кешегі біздің өрлеудің берген мониторинг бөлімінің, академиялық бөлімінің берген тапсырмалары бар. Кіру сауалнамасы, кіру тестісі деген жұмыстар. Сосын бар, осы білім сатысы оқуының орындау керек тапсырмалары бар. Өзіндік жұмыс, жоба жұмысы, топқа бөлу деген дүниелердің барлығын кеше офлайн форматында сіздермен жұмыс жасап, почталарыңызға жіберіп, жұмысты атқарған болатынбыз. Енді сол жұмыста орындамаған, сол жұмысқа түсінбей жүрген жерлеріңіз болатын болса, оған сұрақтарыңызды қойып, осы жерде тоқталып кетуімізге болады. Сабақ ертең демалыс, қазір түскі үзілістен кейін тағы WhatsApp желісінде де офлайн форматында жұмысымызды жалғастыра беруімізге болады. Қоятын сұрақтарыңызды сол жерде қоюларыңызға болады. Бір-бірлеріңіз түсінбейтін жерлеріңізді өзара талқылау, манағы белсенді әдістерді барлығын арқайын қолданып, ең бірінші өз тәжірибелеріңізде, сосын барып, манағы баламенен жұмыс тәжірибелеріңізде жүзеге асыруларыңызға болады әрине. Сұрақтарыңыз бар ма? Мен жауап беруге дайынмын. Тапсырманы барлығын орындадыңыздар ма? Апай, менің емайлыма, электронный почтама келген жоқ әлі. Вот сол Айгүл, сіздің почтаңызды маған дұрыстап жазып жібердіңіз ғой, сол почтаға жібердім, бір қателік болып тұр. Қатесіз дұрыс жазып жіберіңіз. Мүмкін емес. Мен онда сізге тағы екінші почтамды берейін, соған жіберіп қарайсыз ба? Әрине, болады. Маған да келмейді. Дұрыс почталарыңызды дұрыстап жазып жіберіңіз, қатесіз мұқият қарап. Келмеу мүмкін емес, қайтадан жіберіп көрейін. Алдында келіп тұрмын маған хаттар. Кешегі хаттар келмеген. Маған да кешегі хаттар келген. Білмеймін неге екенін, мен барлығыңызға копировать етіп берген почталарыңызды салдым. Қайтадан почталарыңызды жазып көріңіз, мен қайтадан жіберіп көрейін, жарай ма? Жарайды, жақсы, онда әріптестер, басқа сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі сабақты аяқтайық. Пікірлеріңізді WhatsApp-тан 5 минуттың ішінде күтетін боламын. Бірінші күні таңертең сағат 9-да онлайнда кездескенше сау саламат болыңыздар.